Жанболат Башар, Елхан. Аспан аясы тарылып, зеңгір көк қара жерге құлап келе жатқандай. Жер бетін сұрқай мұнар тұмшалаған. Кенет қақырата соққан сұрапыл дауыл, қара жердің жеті қат қыртысын қопара суырып, дедек қақтырып құбыжық құйын ойнады. Адам шіркінге мекен болған қасиетті қара жер, әлде бір әзәзілдің зәрлі уысына түсіп, шыңғырған дауысқа көмілді. Шашын жайып аңыраған үн көкке құйын болып шапшып, зұлмат, зұлмат деп жаңғырып жаһанға зар төгуде. Аштықтан босыған адамдар құбыжық құйынмен арпалысып, мына қияметтен шыға алмай шырқырап жүр. Азнаған зұлмат дауыл тірілерінің сілікпесін шығарып, өлгендерінің мүрдесін мүжіп ажал шашуда. Қаншама жылдар өтсе де, кәдесіне қашалып қалған осы бір үрейлі көрініс баз-базда ойына оралып, оралған сайын санасын шабақтап, жүрегін жаңқылап түсіне кіреді. Ондайда жылап жатып оянар еді. Көз жасы дария болып ағып, көкке шапшыған алапат құйынмен арпалысып, алашына араша сұрайтын. Зарлы үнім жаратқанға жетсе екен деп тілейтін. Бүгін тағы да қорқынышты елестен денесі қалтырап, сүлдесі құрып оянады. Апырмай, деді Елхан, өзегі өртене аһ ұрып, тура кешегідей, баяғы оқиға, баяғы үрей, жүрегін езген елес. Алты қанат ақ үйдің іші таңсыз берген екен. Қаршада Елхан әлде бір абыр-дабыр сөйлескен адамдардың өктем даусынан оянды. Шекелеп ашылған түндіктен көк аспанның пұшпағы көрінеді. Басын жастықтан көтерген Елхан әншейіндегі қонақтарға ұқсамайтын бірнеше бөтен кісінің үйде отырған байқады. Кейін білді, іштерінде ауданның кіндік орталығынан келген НКВД бастығы бар екен. Сол адам бір қолына тапаншасын ұстап, түнере түксиген қалпы шайға төніп отырды. Әуелгіде Елханға мына жағдай біртүрлі қызық көрінген. Бірақ мұның таңырқасы ұзаққа бармады. Шынаяғын төңкерген әлгі НКВД адамы әкесіне: «Сіз тұтқындалдыңыз», деді. Осы бір ауыр үкімнен соң әкесі Айғазы айдауда кетті. Содан әрі 10 жылға сотталып, Сібірге жер аударылғанын ол кейінірек білді. Жазығы атақты Аймырза байдың тұқымы болғаны, демек халық жауы. Бұдан соң қасқырдай жортқан қызыл жендеттер Елханның әкесінің інісі Байғазыны тоқырауын көтерілісіне қатысқаны үшін үштіктің үкімімен қуып жүріп атып өлтірді. Зұлмат жылдар осылай басталды. Анасы Ғайни 3 баламен аңырап қала берді. Соның бәрі сәби санасына ауыр із қалдырып, оны ерте есейтті. Елхан үшін қатыгез күндер мұнымен де шектелмеген. Қаршадай кезден қатал тағдыр қарауылға алып, аштықтың аранына лақтырды. Өлім ойнағын көрсетіп бақты. Адам ит жанды екен. Өлмеген соң өмір үшін егесті. Анасы алқалап, Құдай қолдап оқыды, білім алды. Ес жиды, ел санатына қосылды. Ең бастысы тірі. Қуғыннан аман. Олжа сол еді. Тәубе, бұл күнге де жетті. Еліміз тәуелсіздік алды, еркін ел болдық деп соған шүкіршілік етеді. Өткен күндер өзгенің еншісінде емес, ол өзіңе керек. Елхан ақсақалдың өткен өмірін көп ойлайтында содан. Өзін аяғаны ма, өзгені ойлағаны ма, әйтеуір әлде бір қалың ойдың қатпарына кіріп, баяғы ауыр күндердің тұңғиығына шым батады. Сондағысы кешегі кеңес үкіметінің зымиян саясаты, қазаққа жасаған қиянаты, соны ойласақ төбе шашы тік тұрады. Зәрязап ойдың зәрі жүрегінің басын қарып түсетін. 90 жасқа жетіп, сол бір көрген қорлық пен азапты, жүрегіндегі шер-шеменді енді ақтарғысы бар. Естір құлақ, ояу көкірек болса әрине. Канал ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.